Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Сіздермен бірге мен Алматы қаласындағы шетел тілдері педагогикалық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Ережепова Әдия Оразақынқызы. Көңіл күйлеріңіз қалай? Сабаққа дайынсыздар ма? Сабағымыздың тақырыбы Ілияс Жансүгіров «Жетісу суреттері» өлеңі. Ал мақсаты Ілияс Жансүгіровтың өмірбаяны туралы мәлімет беремін. Жетісу суреттері өлеңінің мазмұнымен танысамыз. Ақын шығармасындағы көркемдік шеберлік туралы түсінік беремін. Мен Ілиясты бұрында білушем. Өлеңдерінде оқып жүретінмін. Бірақ оның шын мағынасында дарынды ақын екенін мойындағаным сол «Жетісу суреттері» өлеңін оқығаннан кейін, деген екен Мұхтар Әуезов. Енді Ілияс Жансүгіровтың өмірбаянымен танысайық. Ол 1894 жылы бұрынғы Қапал уезі Ақсу болысында, қазіргі Алматы облысы Ақсу ауданында дүниеге келген. Ақын өз естелігінде былай дейді: «Менің жылымды жылқы дейді. Онысы 1894 жыл болатын. Жазға салым туыппын. Ел ішінде туған ай, күнді, сағатыңды қайдан табарсың? Анамды аз білемін. 4 жасымда жетім қалдым. Әліпбиден әкем өзі оқытты. Менен басқа бала оқытқан кісі емес. Тек қыстың ұзын түндерінде білтелі шамның жарығында бір шыбықты ала отырып, мені тізеге алушы еді». Ілияс Жансүгіров Қарағаш ауылында жәдитше бастауыш мектепті бітіреді. Болашақ ақынның бұдан соңғы біраз уақыты ауылда өтеді. Ол 1919 жылы Ташкенттегі 2 жылдық мұғалімдік курсқа түседі. Оны бітірген соң өз ауылында мұғалім болып, кейін Тілші газетінде қызмет атқарады. Ал 1922 жылы Верныйдағы, Алматыдағы Қазақ ағарту институтының меңгерушілігіне тағайындалады. 1925 жылы Мәскеудегі журналистика институтына оқуға түсіп, оны 1928 жылы бітіріп шыққан соң Еңбекші Қазақ газетіне қызметке жіберіледі. Ілияс Жансүгіров шығармашылық жұмыспен қатар Қазақстан жазушылар одағын ұйымдастыру ісіне де белсене қатысқан. Ол 1934 жылы өткен бірінші съезге дейін қызмет істейді. Ал съезде Қазақстан жазушылар одағының алғашқы төрағасы болып сайланды. 1934-1937 жылдар аралығында Қазақ саяси баспасының редакторы болды. Бір 1937 жылдың тамыз айында Ілияс Жансүгіров саяси қуғын-сүргін құрбаны болып тұтқындалды. Алатау бөктеріндегі алқапта демалып жатқан Ілияс Жансүгіров бір күні НКВД-ның шақыру қағазын алады. Ақынның жары Фатима мұның бекер емес екенін сезеді. Ілиясқа Ыстықкөл асып қашуын өтінеді. Бірақ Ілияс НКВД-ның шақыруына бару керек деп шешкен. Сөйтіп, Алматыға жол тартқан ол, сол кеткеннен оралмады. 1938 жылы шабыты шарықтап тұрған ақын 44 жасында ату жазасына кесілді. Ал 1958 жылы ақталды. Енді шығармашылығына келер болсақ. Ілияс Жансүгіров өлең жазуды 1912 жылы бастаған. Балдырған, Қызыл жалау атты өлең дәптерлері 1957 жылы ұлттық кітапханадан табылған екен. Алғашқы туындылары Сарыарқаға,
тілек деген өлеңдері 1917 жылы Семейдегі Сарыарқа газетінде жарияланған. Ол Пушкиннің, Лермонтовтың, Некрасовтың, Горькийдің, Гейне мен Гюгоның, Тоқайдың, Лахутидің шығармаларын қазақ тіліне аударған. Талдықорған қаласындағы Жетісу мемлекеттік университетіне оның есімі берілген. Сол қалада ақынның өмірі мен шығармашылығына арналған әдеби мемориалдық мұражай жұмыс істейді. Оның Кек, Түрксиб, Исатай Махамбет драмасы, Жолдастар романы, сонымен қатар Рүстем қырғыны, Байкал, Мақпал, Кәмпеске, Мәйек, Жаңа туған, Дала, Исатай, Күйші, Құлагер, Жорық, Күй атты поэмалары да бар. Енді Жетісу суреттері өлеңіне келейік. Жетісу суреттері өлеңі 5 бөлімнен тұрады. Жалпы сын, тау суреті, Жетісудағы су суреті, Жетісу жәндігі, жер түгі деп аталады ол бөлімдер. Енді Жетісу деген қай аймақ? Соны біліп алайық. Жетісу тарихи географиялық аймақ. Солтүстікте Балқаш, солтүстік шығысында Сасықкөл мен Алакөл, шығыста Жетісу, Жоңғар алатауы, оңтүстік және оңтүстік батысында солтүстік Тянь-Шань жоталарымен шектеседі. Тарихи деректер мен зерттеулерде Жетісу атын құрайтын 7 өзен туралы түрліше пікір бар. Бұлардың қатарына Лепсі, Басқан, Сарқан, Ақсу, Бүйен, Қаратал және Көксу өзендерін жатқызады. Енді біз сіздермен жалпы сын бөлімінен үзінді оқып көрелік. Жер таппан, жерде жете Жетісуым, күркілдек, Көксу Лепсі іле шуым, Асқардың аспан сүйген сілекейін, жан бар ма таппай тұғын, айтпай тұғын, бөленген бұлтқа мәңгі меңіреу құз, ну тоғай, қоғалы көл, қоңыр құмым, Асқардан ақтарлы арқыраған, жөкендің кім аңсамас балдай суын, Жетісу, кеудең асқар, аяғың көл, қоңың құм, мықыныңда бар сексеуіл, тау жайлап, қоңыр күзеп, құмды қыстап, ол бір маң, мал өсірген өлкеде кел. Көктемде құмнан әсем жер болсын ба, жайқалып жауқазыны раң гүлдер, бойдағы бозбаладай асыр салса, қозысы құйрықтанып дөңгеленер. Енді Жетісудағы су суреті бөлімінен үзінді оқып берейін. Ыстық көл, жер айнасы мөлтілдейді, Балқашты қамыс қамап желкілдейді, аттанған алты өзені Жетісудың, Балқашқа бауырымдап еңкілдейді, Балқаштан өзендерлей жүзген балық, тұмсығын тас қаққанша еркіндейді, бұлқынса анда-санда алабура, Жетісу желпең қағып селкілдейді, шу әне тауды тарпып шыққан шулап, ойнақтап, ырғи жосып таудан тулап, Асқардың ақтарылған ақ емес пе, қарық болған қырғыз қазақ суын сулап, шуылдап жүйткіп жатқан шудың үні, қолың бер, күт береке дейді тұмақ. Ертеден ірге теуіп өскен шуда, ұлысы ұлы жүздің үйсін дулат. Жер түгі бөлімін көрейік. Ағашта өзің білген қарағай тал, жалғыз-ақ неше алуан түрлісі бар. Долана, үш қат, шетен, ырғай, арша, ақсасыр, қызыл қайың, барша шынар, шырғанақ, сөңкі терек, сөгет емен, үйеңкі шырғай балғын тораңғылар, сарағаш, қойқарақат, жиде шетен, тобылғы, түйеқұйрық, бауырқұрттар, қараған, боз қараған, шеңгел-шілік, сықылды ағаштардың талайы бар. Биікте бітет шөптен сары күйік, тістеніп жатыр жұлып, малы сүйіп, қымызын сары күйіктің ішеміздеп, албандар қоныстайды құстай биік.
Енді тау суреті бөлімін көрейік. Тарбиған тарбағатай жердің құты, барлық ол қыдыр түнеп көшкен жұрты, оранған ақ көбенек аруақталтай, төгіліп бізге таман жатыр мұрты. Ертеде сол асқардың сәулетіне, қиыспай қырғындасқан талай жұрты. Ақшұнақ, жабағылы, мыңшұқыр, таз, бұлардың бәрін тізген жоңғар тұрпы. Аршалы, амантекше, қарасырық, қарүңгір, қалмағасу, қаражырық, сауры, салқын бел мен сайын бөлек, суығы соғып тұрат аласұрып. Қымызын сол жайлаудың ішкен кісі, бәйгеге қосады өзін таң асырып. Енді жетісу жәндігі бөлімінен көрейік. Баяғының заманынан, асқарда шың мекендеп жайлаған аң, тағылар тарғыл тасқа бауырын төсеп, бар тышқан қоныс алған балағынан, жасанған театрдағы ойыншыдай, құздардың көрінедаң алаңынан, қиынның жынысында бар деседі, сілеусін, ілбіс, аю, бұғы, бұлан, кәдімгі қасқыр серек қарақұлақ, шуылдайды шие бөрі үй артынан, кәдімгі қарсақ сусар бұлғын жанат, сол таудың іздейді аңшы ту сыртынан, таутеке, асқар, құлжа, қарақұйрық, көруге болады бәрін жайылымнан. Манағы біз оқыған жетісу жәндігі бөлімінде 28 түрлі аңдар мен жәндіктердің аттары аталады екен. Соларды тізбектеп көрейікші. Арқар, тышқан, сілеусін, ілбіс, аю, бұғы, бұлан, қасқыр, шие бөрі, қарсақ, сусар, бұлғын, жанат, таутеке, құлжа, ителгі, қырғи, құр, тұрымтай, бидайық, бүркіт, үкі, шымшық, шамшақай, маубас бұқа, шөже, тоқылдақ, көбелек. Ал енді жертүгі бөлімінде барлығы 35 түрлі ағаштар мен бұталардың аттары аталып сипатталады екен. Оларды да тізбектеп көрейік. Қарағай, тал, долана, ұшқат, шетен, ырғай, арша, ақсасық, қызылқайың, барша, шынар, шырғанақ, сөңкі, терек, сөгет, емен, үйеңкі, шырғай, тораңғы, сарағаш, қойқарақат, жиде, тобылғы, бауырқұрт, қараған, боз қараған, шеңгел, шілік. Ал бұл жерде шөптің 50 түрі аталып сипатталады екен. Оларды да тізбектеп айтып көрейік. Еңлік, түйеқұйрық, сарыкүйік, тауқонақ, шайшөп, маңқа, құлынембес, сүттіген, мейіз, кезгиік, ақшалғын, көкемарал, бетеге, раң, жапырақтенге, бұйра, балдырған, уғорғасын, бәрпі, атқұлақ, жүлгеуір, шырыш, шытыр, мыңтамыр, жуа, рауғаш, жапырақ, сыбызғы, жалбыз, құлмақ, қарақияқ, шоңайна, меңдуана, сора, шақпақ, шырмауық, кендір, қылша, жыланқияқ, қанжыға, қоға, сасық, аққой, таусарымсақ, қымыздық, қалақай, атқұлақ, айылқияқ, саржағал, құстаңдай. Не деген керемет десеңіздерші. Дүрмектің көкпар тартқан шабысындай, нешелді аттандырған құтты қоныс, әлі тұр әсемдігі таусылмай, суретін сөз баяндап жеткіз алмас, жерінің жетісудың бәрі сондай, деп аяқтайды екен жетісу суреттері өлеңін. Ал енді мен осы өлеңге байланысты, осы тақырыпқа байланысты мынандай тапсырмалар бергім келіп тұр. Сіздерде көрсетіліп тұрған сілтемеден Ілияс Жансүгіровтің өмірі мен шығармашылығын терең танысып, зерттеуге мүмкіндік береміз. Келесі тапсырма.
Ал мына сілтемені тауып, бұл жерде жаңа өзіміз оқып өткен Жетісу суреттері өлеңінің толық нұсқасымен танысасыздар. Ал мына сілтеме әдебиет порталында. Бұл жерде сіздер Ілияс Жансүгіров өмірінің жарқын тұстары деген мақаланы оқып таныссаңыздар болады. Сонымен қатар, Жетісу суреттері өлеңінің кез келген бөлімінен үзінді жаттап ал. Ал бүгін біз сабақта не білдік? Бірінші, Ілияс Жансүгіровтің өмірі және шығармашылық жолымен таныстық. Екінші, Жетісу суреттері өлеңінің мазмұнымен таныстық. Өлеңдегі Жетісу өңірінің сұлу табиғаты туралы сөз қозғадық. Өлеңде шөптердің, ағаштардың, жануарлардың, тіпті жәндіктердің аттары ешбір қайталанбастан бейнеленгеніне көз жеткіздік. Сіздермен бірге болған мен, Әдия Оразақынқызы. Төменде менің Instagram парақшама жазылыңыздар. Ол жерде көптеген қызықты мәліметтер бар. Сонымен қатар, Шетел тілдері педагогикалық колледжінің Instagram парақшасына да жазылыңыздар, және колледждің сайты да жазулы тұр. Ал біздің мекен жайымыз Алматы қаласы, Байтұрсынұлы көшесі нөмірі 89-шы үй, Шевченко көшесінің қиылысында. Сұрақтарыңыз бен сын пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.